Программалауды үйренейік. Практикалық тапсырмалар 4-ші тапсырма. Бізде тапсырма бірдей сандар. К-дан N-ға дейінгі екі таңбалы сандар арасында екі цифрда тақ сандарды экранға шығаруымыз қажет. Яғни екі таңбалы сан бізде 10-нан басталып 99-ға дейінгі. Мысал берілген бізде 15 пен 32 аралығында. Бізде нәтиже шығу керек 15, 17, 19, 31. N, екі айнымалы берілгендіктен бір жолға жазу үшін map функциясын қолданып жаздым және бүтін типке енгізу үшін сипаттап қойдым. For in range n, яғни n-нен m бір плюс мәнді қосып отырады. n бір деп отырғанымыз бұл бірінші цифраны анықтау. Яғни бізде есепте екі таңбалы санның екі цифрда тақ сан болуы қажет. n1-ді, яғни айды берілген айнымалымызды 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігі n1-ге тең. n2 айнымалыны 10-ға бөлгендегі қалдық бөлігі n2-ге тең. Яғни екінші цифраны анықтаймыз. Егер n1-мізді 2-ге бөлгендегі қалдық бөлігі 1-ге тең болса, және n2-ні 2-ге бөлгендегі қалдық бөлігі 1-ге тең болса, онда экранға айдың мәні шығар. Яғни n1-ді n2-ні не істеп алып отырмыз? Теңестіріп алып отырмыз. n1-ден шыққан манағы бүтін бөліктен шыққан мәнді 2-ге бөлгенде қалдық бөлігі 1-ге тең болса, және қалдық бөлігінен шыққан мәнді 2-ге бөлгендегі қалдық бөлігі 1-ге тең болса, онда біздің жауабы экранға шығады. Запуске береміз. Бізде мән 15, 32 деген цифрларды беруіміз керек. Міне шықты. Яғни бұл жердегі шарт n1-дің мәнін бұлай есептей алдық. Бұлай есептеп түсіндірсем болады сіздерге. 15-ді 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігі, яғни 15-ді 10-ға бөлгенде 1-ден береміз. Яғни 1, мына жерде n1-міз 1-ге тең болып тұр. n1-міз 1-ге тең. Одан кейін 15-ді 10-ға бөлгенде 1-ден бердік, 5 қалды. Келесі бізде есеп сандар тізбегі. К-дан n-ға дейінгі сандар, яғни кез келген санды берілген. Осы сандардың арасындағы цифрлардың қосындысы жұп болған сандарды экранға шығар. Мысалы, 3 пен 1-ді қосқанда 4, 3-ке 3-ді қосқанда 6. Мысалы, 3 пен 2, 32 деген сан шықса, 3 пен 2-ні қосса 5 шығады. Яғни бізге екі шыққан сандардың қосқанда жұп сан шығатын программаны экранға шығаруымыз қажет. Есептің программасын жазып қойдым. Бізде KN деген екі айнымалы болғандықтан KN айнымалысын map функциясымен бір жолға сипаттап бүтін типке енгізіп аламыз. For in range KN плюс 1, яғни бір мән қосып тізбек орындалып отырады. n1 дегеніміз бірінші санды анықтау. Айды, яғни беріп отқан айнымалымызды 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігін табу арқылы анықтаймыз. Екінші n2 дегеніміз екінші цифрды анықтау, яғни айнымалды 10-ға бөлгендегі қалдық бөлігі арқылы екінші цифрды анықтаймыз. Егер n1-міз бен n2-міздің қосындысын 2-ге бөлгендегі қалдық бөлігі 0-ге тең болса, онда экранға айдың мәнін шығар. Запуске береміз. Сақтап алдық. Бізде 30 және 40 сандарының арасындағы мәнді шығаруымыз керек. Не бізге шығарды? Яғни 2-ге бөлгендегі қалдық бөлігі 0-ге тең болса дегеніміз, бұл жұп сандарды анықта деген шарт. Яғни 3-ті 1-ге қосқанда 4, яғни екеуінің қосындысы бірінші цифр мен екінші цифрдің қосындысын 2-ге бөлгенде қалдық бөлігі 0-ге тең болса, яғни ол жұп сан. Міне 3-ті 1-ге қосқанда 4 шығар.